Бекен Қайратұлы, Қамыт, әңгіме. Біз не көрмедік? Қазақ жұрты, қазақ халқы не көрмеді? Бұл оқиғалар соның бір үзігі ғана. Совет үкіметі бөркін теріс айналдырып киіп, өмірден озған күні біздің ауыл қатты қайғырды. Әсіресе соғыс ардагерлері кеңесінің төрағасы сол күні-ақ төсек тартып жатып қалды. Ауылды ауыр мұң басты. Осы совхозға баяғыда колхоз тұсынан еңбегін сіңірген әжелеріміз қабыршақ еріндері дірілдеп, бір-бір тамшы көз жастарын ышқынып шығарып тастады. Баяғыда Сталин өлгенде бір жылаған. Осы сәтті күтіп тұрған еңбекші қауым ұйымдасқан түрде 3 дүркін «Ой, бауырем» деп дауыс салды. Оқиғаның шарықтау кезеңі болса керек, мектеп оқушылары мен балабақшадағы бейкүнә сәбилер ата-аналарының қатты абыржуына таңданып, пысықтау біреулері жорамал жасап, ана ауылдағы әңгілік ата өлген ғой деп тұспалдады. Жоқ, жағдай одан да қиын екен. Күллі адамзатты зор бақытқа кенелтуші Совет үкіметі өліпті. Жағдай қиын. Ауылды ертеңінде де ауыр мұң басып тұрды. Ары күнде осылай болды. Облыс аудан жақтан ешқандай нұсқау болмаған соң, біздің ауыл белді бекем буып, тайлы таяғымен ақылдаспаққа мәдениет үйіне жиналды. Жиналыстың күн тәртібіне енді не істейміз және кімге бас сұрамыз деген 2 мәселе қаралатын болды. Кезектен тыс ауыл құрылтайының төрағалығына сайланған бұрынғы партком орнынан ауыр қозғалып, бар денесімен бұрылып төрде ілулі тұрған Орақ пен Балғаның алқызыл бейнесіне қарап ұзақ күрсінді. Жұрт күңіренді. Партком аса аянышты үнмен былай деді: «Уа, халқым, қайғыларыңа ортақпын. Өлмектің артынан өлмек жоқ. Сөз осымен тәмам». Күн тәртібіндегі бірінші мәселе шешілген сияқты. Екінші мәселе кімге бас ұрамыз? Түсінікті. Біздің ауыл біреуге бас ұрмаса өздігінен өмір сүре алмайды. Компартия жоқ, Ленин жоқ, Совет одағы жоқ, қайтпек керек. Жиналыс 2 күнге созылды. Көрші ауыл ауданға аттанған шабармандар еш жаңалық әкелмеді. Оларда күйзелісте екен. Жиынның 3-ші күні түскі үзіліс жарияланды. Жұрт жапырылып сыртқа шығып жатқан парткомның «Таптым, халқым» деген қуанышқа толы ащы дауысы қара түнекті тіліп жарқ еткен найзағайдай естілді. Жұрттың санасына үміт сәулесі оянды. Жасаураған жанарларында ұшқын ойнап, баяғыдай ұлы патриоттық қандары қызып сала берді. Ауылдың кәнігі арыз қойы, жұрт шпион атап кеткен Бәкене шал «Ура!» деп ұрандады. Әсіресе ураның дауысын естісе, ес түскен айырылып отқа түсіп кететін соғыс ардагерлері таяқтарын лақтырып жіберіп барлығы сахнаға шығып кетіпті. Ентігіп әрең тұр. Жұрт бір мезет тынышталғанда баяғы партком «Таптым» деді. Жұрт бір ауыздан «Нені?» деді ентігіп. Партком сиқырлы жүзін құбылтып, масаттанып, мақтанып сұқ саусағын шошайтты. Артына бұрылып, көктіреп тұрған сұқ саусағын жаймен түсіріп төрдегі Орақ пен Балғаға бағыттады. «Осы» деді. «Бұдан былай өлген одақты еске сақтау үшін Орақты иіп доға жасап, Балғаны бауыз деп қамыт киеміз. Бізді осы қамыт құтқарады». Жұрт сәл ойланып қалды. Мектепте тарихтан сабақ беретін ауыл қыңыр қадырадап кеткен мұғалім: «Уа, партком қамыттың жаңасын жасап қайтеміз, бұрынғы қамытымызбен жүре берсек болмас пе?» деп сауал тастады. Бұрын байқамаған екенбіз, қарасақ бүкіл ауыл қамытпен жүріппіз. Оны қашан, қайда, нендей себеппен киіп алғаны ешкімнің есінде жоқ. Жұрттың білетіне Көкірек ата әулетінің қамытына 300 жылға таяған екен. 1981 жылы осы қамыттың кигізілгеніне 250 жыл болған ұлы құрметті бұл республика болып 30 күн тойлағаны елесінде қалыпты. Кім білген, Орақ Балғалы қамыттың жалпы формасы бірдей болғанымен, үлкенді кішілі әртүрлі екен. Ең үлкен, ең әдемі алтын жалатқан, егіннің бидайығымен көмкөрген алтын қамытты ел ағалары, құрметтілер ғана киюге құқылы. Осы алтын қамыт үшін күллі қазақ даласына аса күшті жойқын майдандар ұйымдастырылыпты. Майдан алаңында қаламгерлер, ғалымдар, өнер адамдары ерекше көзге түсіп, қырғын талас тартыс болып тұрыпты.
Алтын қамытқа айтылған мадақ мақтаулар, ода дастандар желдей жүйткіп, көлдей көлкіпті. Қара халық болса өздерінің қара қамытына шүкір етіп, өсер ұрпағын алтын қамыт майдан үшін оқытып, тоқытып, өскенде қызығып көруді мұратым деп іштей тынғанда қойған. Осы күннен бастап ауылда қамыт жаңалау науқаны басталды. Ақсақалдар: «Қарақтарым, бізді қайтесіңдер, ескі қамытымыз жетіп жатыр» деп бастарды. Ұстаздар қауымынан баяғы қыңырғадыр бастама көтеріп, общем қамыт кимей өмір сүрейік деген екен. Оны партком сол күні атып жаралады. Ел болса, өзіне де обал жоқ, баяғыда ақаң, жақаң дегендер қамыт кимейміз деп атылып кеткен еді деп жаралының бетіне ауыл түгелдей түкіріп шықты. 5-ші күні дегенде ауыл тынышталды. Әркім өзінің бұрынғы қамыттарын қайта киіп іске кірісті. Ауылдағы саяси ахуалдан сезіктенген компартия мүшелері комиссия құрып, мектеп оқушыларының, балабақшадағы сәбилердің қамытын тексеріп шықты. Бәрі дұрыс. Қамытта тұрған ештеңе жоқ, тек қарнымыз тойса болды. Бір күні оқыс оқиға болды. Ауылдың шет жағындағы үшкірдің үлкен баласы ескі қамыт киюден бас тартыпты. Оны қолға түсіру үшін аттанған ауылдың кеңес мүшелері орнын сипап қалды. Ауданға қашып кетіпті. Онда да тоқтамай Алматы арқылы Түркияға өтіп кеткен. Елден ұят болды, масқара болды. Ол бала қамытсыз қалай өмір сүреді, а? Бұл басыған екен. 2 күн өтпей тағы жаңалық болды. Бригадир Мәмбеттің қаладағы баласы шетелдік бір ұйымға кіріпті де, солардың қамытын киіпті. Өзінің қамытын біреу-міреуге керек болар деп ауылға беріп жіберіпті. Қажеті жоқ болса, темір жинаушыға өткізе салсын. Мұны естіген үлкен әжесі дауыс салыпты. Қанша дегенмен замана ағымын пайымдайтын, ескі мен жаңадан хабары мол бригадир Мәмбет көңіл айтып келгендерге: «Бұл басы кешікпей әр шаңырақ шайқалады, дайын болыңдар» депті, тайсалмай тіке қарап. Арада 6 жыл өткенде бригадирдің айтқаны айнымай келді. Ауылға алдымен Үшкірдің Стамбулде оқитын баласы ат басын бұрды. Бірден мешітке барып уағыз айтыпты. Естігендер айтады, әңгімесі әсерлі екен деп. Өзімен бірге бірнеше мөшек қамыт ала келіпті. Ислам, дін бауыр, түрік қазақтың досы, тақылеттес әсерлі сөздеріне елтіген кейбіреулері бұрынғы қамыттарын тастап, жаңа қамыт киіп алыпты. Ауыл оны түрік қамыт деп атап кетті. Шынында бұл әдемі қамыт. Бұрынғы қамытты ауыл оны қамыт түрі көбейгендіктен орыс қамыт деп атаған еді. Босатып жерге қоюға, моншаға барғанда уақытша үйге қалдыруға ешкімнің құқысы жоқ болатын. Түрік қамыт олай емес екен. Ұйықтағанда шешіп тастайсың, әрі жеңіл, тіпті кейбір қысыл-таяң жағдайда орындық етіп отыруға да болады, рахат, әрі арзан. Осылай күн өткен сайын қамыттың небір түрлерін ауылға әкелушілер көбейді. Қамыт таңдайтын дәрежеге жеттік. Рахат. Қытайдан тауар таситын саудагерлер арқылы Қытай қамыты келді. Оны мойныңа ажырғылап жатпайсың, сұқ саусағыңа кигізде саласың. Ауылдағы алып сатарлар ешкімге дабыра қылмай-ақ баяғыда саусақтарына іліп алыпты. Жеңіл желпі осы қамыт оңтайлы сияқты деп жүр ауылдағылар. Әрі болашағы зор дейді. Сіңірген еңбегіне қарай жүзік білезікке, білезік алқа қамытқа айналады екен. Бәрекелді. Содан бір күні баяғы Қадыр мұғалім бір әулеттің қамыт жаңалау тойында бүйректен сирақ шығарып былай депті: «Біздің қазаққа қамытсыз өмір сүретін заман келген жоқ па? Егерде қамытсыз өмір сүре алмайтын болсаңдар, өзіміздің қазақ қамытты неге кимеске?» Жаңа қамытқа қолы жетпей, ескі орыс қамытты қомсынып жүрген бір топ: «Киеміз қазақ қамытты. Қазақ емеспіз бе? Аталарымыз батыр болған» деп өре түрегеліпті. Халықтың сүйіспеншілігінен қуат алған Қадыр мұғалім ертеңінде-ақ елдегі ең үлкен қалаға аттанып кетіпті. Қазақ қамыт тауып келмек үшін. Қандай патриот шіркін. 20 күн өткенде арып шаршап, жүдеп жадап, сүйегін сүйретіп ауылға әрең келді. Екі ұрты опырылып ортасына түсіпті. Бұрынғы қазағым дегенде ұшқын ататын, көзінде шоқ сөніп, күлімсі күлге айналыпты. Себебі Қадекең үлкен үмітпен үлкен қалаға барған. Үлкен кісілерге өлдім талдым дегенде кірген. Содан не дейсіз ғой? Ұлттық қазақи қамыт туралы айта бастағандақ, сөзінің артын тыңдамай маңдайынан бір-ақ ұрып талдырған. Есін түрмеде жинаған. Үлкен қаладағы үлкен кісілер біздің ауылдың түсіне кірмеген гауһар тастан жасалған қамыттар киіп алыпты.
Американ қамыт, ағылшын қамыт, еврей қамыт, кәріс қамыт, ресей қамыт өте көп. Тіпті кейбір қолы жеткендерде 2-ден 3-тен бар екен. Қажет кезінде қажетті жерге, қажетті елге ауыстырып кие береді. Қадыр мұғалім осылай деді. Содан бір күні тәуелсіздіктің тағы бір дөңгелек датасы тойланды. Біздің ауыл түрлі-түрлі қамытқа сартылдап ұзақ биледі. Соңы оқыған Қуат Ахметжан. Лүпілі басып арнама жазылып отырыңыздар. Рахмет.